Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай бананды панкейк жасайтын боламыз. Бұл панкейктің бір ерекшелігі, сіз оны табаға май құймай пісіретін боласыз. Алдымен бананымызды салып, езіп аламыз. Негізінде банан қоспасаңыз да болады, бірақ бананның ерекше дәмді болады. Осылай езіп аламыз. Кейіннен жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін миксермен бір келге етіп араластырамыз. Банан түйіршіктерін әбден езетін боламыз. Болғаннан кейін шекерімізді саламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте жып-жылы сүтімізді құятын боламыз. Бұл панкейкке какао қосып, немесе шоколад қосып, ұнға какао қосып араластырсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай. Мінекей, енді ұнымызға разрыхлителімізді салып, яғни ұн қопсытқышымызды салып араластырамыз. Одан кейін осылай илектің көмегімен ұнды салып, алдымен миксерді қоспай, осылай араластырып аламыз. Әйтпесе бүкіл жерге ұн шашайды. Енді миксеріңізді қосып айналдырсаңыз болады. Міне біздің смесіміз дайын. Енді осыны қызып тұрған табаға, құп-құрғақ табаға пісіріп алатын боламыз. Дәл осындай түйіршіктер пайда болады ғой. Сол кезде уже біз панкейкімізді былай төңкеретін боламыз. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тез пісетін болады. Міне біздің панкейктеріміз дайын. Сіздермен болған Анелия, ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге ұнайды деген үміттемін.